топонимика географиялық атауларды, олардың шығу тегін, мағыналық жүктемесін, айтылуы мен жазылуын зерттейтін ғылым саласы. Ал осыдан шығады топонимдер ол географиялық атаулар. Сонымен топонимді географиялық атаулар бөлінеді балалар, қараңдар. Табиғи нысандарға, қоғамдық нысандарға. Табиғи нысандар қарасақ, балалар, қараңдар, екіге бөлінеді. Ол тау атаулары, аронимдер, су қоймаларының атаулары, гидронимдер, және қоғамдық нысандар, ол ойконимдер, елді мекендердің атаулары, және урбанонимдер, қала, көше, алаңдардың атаулары. Және балалар, біздің ең басты сабақтың мақсаты болды топонимдер шығу тегі немен байланысты. Мына сызбаға қарасақ, балалар, қараңдар, ең бастысы әрбір біздің өңірдің атаулары, міне балалар, қараңдар, 6 шығу тегі несі бар, жолдары. Ең бірінші, балалар, үлкен шеңберге қараңдар, үстіндегі өңірдің сипатталуынан шығады. Мысалы, бөктерінің пішінен, пайдалы кен байлықтардан, ағыстардың жылдамдығынан, су қоймаларының сапасынан, өсімдіктердің атауларынан, жануарлардың атауларынан. Мысалы, біздің Көкшетаудың аймағында Шағалалы деген өзен бар. Өйткені құстың атауымен. Мен ойлаймын, сендер өздерінің туған өлкелерінің атауларын қазір естеріңе алдыңыздар. Осыған сәйкес атауларды қазір ойларыңа келтіресіңдер. Екінші, балалар, топонимдердің шығу жолдары ол табиғат жағдайына қатысты атаулар. Және, балалар, қараңдар, географиялық бағыттар белгілейтін, және кірме атаулар. Кірме атауларға тоқтайық, балалар. Кірме атаулар неден шығады? Ол біздің елде түрлі халықтар өмір сүргеннен кейін, және түрлі тарихи оқиғалардың нәтижесінде халықтар, тайпалар ауысқан кезінде мына атаулар сақталады. Мысалы, Сырдария деген атау, ол парсы тілінен кірген. Және, балалар, біз 200 жыл бойы Ресей империясының құрамында, 70 жыл Кеңес одағының құрамында болғаннан кейін, әрине орыс тілінде атаулар бізде сақталады. Ол кірме атаулар. Және, балалар, қараңдар, тарихи оқиғалармен, аңыздармен байланысты. Мысалы, балалар, біздің Бурабай. Бурабай міне аңызбен байланысты. Түрлі атаулар, географиялық атаулар осы тарихи оқиғалар мен аңыздармен байланысты. Және, балалар, кісі есімдерімен, ру атауларымен байланысты. Кісі есімдері, мысалы, біз айтып едік, ол Шоқан Уәлиханов, Абай, осындай тұлғалардың аттарымен байланысты.